Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге өте дәмді манты жасайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Оған керек заттар 700 грамм ұн және жылы 400 мл су керек. Суға жарты ас қасық тұз салып ерітеміз. Енді біртіндеп ұнды қосамыз. Мен алдымен венчикпен араластырамын, қою болғанға дейін. Міне қамыр қоюланды, енді қолымызбен үюі қанғанша жақсылап илейміз. Бізге орташа қаттылықтағы қамыр қажет. Міне бізде орташа қаттылықтағы 2 зуала қамыр шықты. Енді бетін 15 минутқа жауып қойамыз. Қамыр дайын болғанға дейін салмасын дайындаймыз. 700 грамм фарш және 6 пияз. Пиязды ұсақ кубик қылып тураймыз. Міне осылай. Міне осылай пиязды турап алдық. Енді оған шым-шым қара бұрыш пен тұзды қосып жақсылап еземіз. Енді фаршты саламыз. Одан кейін өз қалауыңыз бойынша тұз қосуға болады. Міне арадан 15 минут өтті. Енді қамырды тағы да бір рет илеп 5 минутқа қойып қоямыз. Міне қамыр дайын болды, енді жаюға кірісеміз. Егер сіз қамыр жаюды дұрыс білмесеңіз, жоғарыдағы сілтемеге өтіп, қамыр жаюдың толық түсіндірілген нұсқасын көрсеңіз болады.
Міне біз орташа жұқалықтағы қамыр жайып алдық. Енді оны мантыға лайықтап кесу үшін жинаймыз. Осылай көрсетілгендей жинаймыз. Міне осылай жинап алдық. Енді барлығын бірдей бөліктерге кесіп шығамыз. Міне осы бөліктерді алып, ашамыз да бірінің үстіне бірін қоямыз. Міне осы жолақтарды 3 қабат қылып қойдық. Енді бірдей төртбұрыштарға бөліп шығамыз. Міне осы кесілген төртбұрыштарды тез-тез столдың үстіне жайып шығамыз, себебі жабыс қалуы мүмкін. Міне осылай жайып шықтық. Енді салмамызды саламыз. Енді мантыны түйуге кірісеміз. Мен видеода бірнеше рет көрсетемін. Қарап алыңыз, дәл осылай түйіңіз. Мантыларды тезірек түйеміз, себебі қатып қалуы мүмкін қамыр. Міне мантыларымызды осылай әдемілеп түйіп алдық. Енді листті күнбағыс майымен майлап аламыз. Міне мантыларды осылай тізіп шығып, үстін майлаймыз. Дәл осылай келесі қабаттарды салып шығамыз.
Алдын ала суды қайнатып қоямыз, одан кейін ристерімізді саламыз. Мантылар орташа жоғарғы отта 45 минутта піседі. Менің плитамда бұл 5 деген деңгей. Екінші зуаланы да дәл солай жайып, түйеміз. Міне менде осындай көлеммен 80 манты шықты. Мен оның керек бөлігін алып пісіремін де, ал қалған артық бөлігін мұздатқышқа салып қоямын. Міне бізде хош иісті мантымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Егер видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, коммент қалдыруды ұмытпаңыз. Жаңа келіп жеткен жыл құтты болсын. Сіздермен болған Мадина. Келесі кездескенше.